Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сатуға болатын, өте жұмсақ болып шығатын пирожки жасаймыз. Видеоны жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Пирожкидің қамырын жасау үшін ең алдымен ыдысымызға дрожж, қант, тұз, оның үстіне жылы су құйып, жақсылап араластырамыз. Ең алдымен қамырымызды ашытпас бұрын апара жасап аламыз. Ол үшін осылай қасықпен 7 қасық болатындай ұн салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Сосын бетін жауып, жылы орамалмен жарты сағатқа қойып қоясыз. Жарты сағат өткеннен кейін осылай қамырымыз көтеріліп, әдемі болып шығады. Енді үстіне аз-аздан ұн салып араластырып аламыз да ары қарай қамырды ашытатын боламыз. Осылай венчиктің көмегімен араластырып алғаннан кейін үстіне сұйық құйып, жұп-жұмсақ қылдырып, қамырды илеп аламыз. Мінекей қамырымыз осылай жұмсақ болуы керек. Одан кейін сыртын салафанмен жауып, сыртын жылы пледпен, орамалмен орап, 30-40 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше оның ішіне салатын начинкасын жасайтын боламыз. Ол үшін пиязды майдалап турап, майға қуырып аласыздар да, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, қызартып қуырып алыңыз. Және де картошкаларды қайнатып аласыздар да, осылай езіп, пюре жасап, қуырып алған пиязымызды қосып, араластырып дайындаймыз. Ал енді екінші начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаны қайнатып, сыртын ашып аламыз да, оны осылай төртбұрышты майдалап, турап дайындайсыздар. Міне осылай барлық жұмыртқаны турап, бір ыдысқа салып қойдым. Енді үстіне жусайымызды осылай майдалап турап, салып аламыз да, жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін үстіне сұйық май және де дәміне қарай тұз қосып, араластырып дайындап қоямыз. Осылай екі түрлі начинка қосып жасайтын боламыз. Начинкаларын жасап болғанша осылай қамырым көтеріліп, әдемі болып шығыпты. Енді бұны бөліп домалақ етіп дайындап қоямыз. Осылай барлық қамырды осылай дөңгелек етіп бөліп алдым. Енді қамырымыздың ішіне начинкаларын салып түйетін боламыз. Бірінші түйу әдісін көрсетейін. Осылай начинкамызды салып, тура мен жасағандай қайталап сопақша етіп түйіп дайындап аласыздар. Енді екінші түрін көрсетемін. Ол үшін қамырымызды осылай қолмен жайып аласыздар да, картошкадан жасалған начинкамызды үстіне салып, домалақ етіп түйетін боламыз. Осылай барлық пирожкилеріңізді түйіп дайындап қоясыздар. Айтпақшы, жаңа оқырман болсаңыз, маған тіркеліп қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Менің басқа да рецепттерімді бірінші көру үшін. Енді түйіп дайындаған пирожкиімізді осылай астына ұн сеуіп, қолмен жан-жағын басып, қуырып пісіреміз. Жұмыртқалған жасалған пирожкиді сопақша етіп, картошкадан жасалған пирожкиді осылай домалақ етіп жаясыздар. Алдымен табамызға май құйып, қыздырып аласыздар. Қызғаннан кейін осылай пирожкилерімізді салып пісіреміз. Екі бетінде аударып, қызартып пісіріп аламыз. Мінекей достар, пирожкиіміз қызарып, әдемі болып пісті. Осылай менің рецептіммен жасап көріңіздер. Осылай жасап сатсаңыздар да болады. Көріп тұрғандарыңыздай қызарып, жұп-жұмсақ болып, көтеріліп пісетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне пікіріңді қалдыр.